видеомызға келдік. Қызыл пирог туралы айтатын боламыз. Қызыл пирог қазір көрсететін боламыз сіздерге қызыл пирог туралы. Сары пирогты сіздер білетін шығарсыздар, жерден жинап аласыздар. Халява деп жерден жинап алып нетуге білесіздер. Ол үшін қызыл пирог 24 күні шығатын болады. 24 күні шығады. Қызыл пирог мынау. Қызыл пирог шығады осы күні 24 шығады. Естігем ютуберлердің оларды түсіріп жатыр қызыл пирогты қалай алуға болады деп. Қызыл пирогты сол 24 тамызда ала аласыздар. Мынандай сүйрет, қазір көрсетемін сіздерге. Мынандай сүйрет болады. Міне осындай сүйрет болады. Көріп тұрсыздар, міне сондай сүйрет болады. Андай жұмыртқа сондайлар бояды ғой. Сондай халявалар неше түрлі костюм. Соны жинасаңыздар 15 қызыл пирог сіздерге 30 сары пирог жинап алып, қызыл пирог 15-ін жинасаңыздар сіздерге, мысалы мынандай пирог міне осындай сіздерге береді. 24 бірақ қызыл болады. Андай жерде жатпайды, андай такой неде болады. Айтсам болады, такой неде болады, андай такой пирог сияқты болады, соны сындырасыздар, атып и содан андай сары сияқты жерде қызыл болады. Клубникалық пирог болады андай. Сондай пирог аласыздар и 15 күн жинасыздар. Халява набор аласыздар. И қыстың джейн наборын аласыздар достар. Сол осымен видеом бітеді. Осындай бір жерлерде жатады. Мына картада қызыл болады. Үміттенем сондай екен. Басқа елдерде қазір болып жатыр. Уже алып қойған шығар деймін да. Үміттенем. Сөйтіп сондай халяваларды упускать етпеу керекпіз достар. Осы видеома лайк басып, комментарий жазайық. Бұл видеом ұнаса, ең бастысы лайк басып, каналға тіркеліп кетейік достар. Егерде Free Fire'да комментарий жазыңыздар, не түсірейін, не туралы мәлімет туралы, не түсірейін Free Fire'да дегендей айтатын болыңыздар. Мен түсіретін болам мәліметтерін. Сол мен өзім айтқан сөздерім ютуберлер түсіріп жатыр қызыл пирогты қалалы. Сонымен видеом аяқталсын болады достар. Қызыл пирог болады. Сөйтіп 24-ті ала аласыздар. Сондықтан қобалжымаңыздар. Осы видеом аяқталды. Давайте достар.